Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін Мақтаарал ауданы Ахмет бауырымыздың шаруашылығындамыз. Тамашалайын деп жатырмыз. Сіздер тамашалап қойыңыздар. Бұл өңірде де асыл тұқымды қой шаруашылығы өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Сіздерге көрсететін боламыз. Ассалаумағалейкум. Мынау біздің селекция жүргізіп жатқан қойларымыз қазір мынау Пакистан қойымыз, бойы 98-99. Мынау Бақтияр Бабажановтан алған қойымыз. Шығарып жіберейікші осыны. Шетінен. Қалғандары крокодилдің қызы, крокодилдің немере қыздары да. Қалғандары. Жуан мықты екен, машалла. Осы биылға енді бұлар енді туып, енді не қылады, енді қоямыз бұларға. Бұларына 1,5 жасқа жетіп не қасын. Мыналар тоқты қозылар да әлі. Оларды енді саламыз қошқарға. Жалпы тұсақтар, тұсақтар. Машалла, жуан мықты екен. Одан кейінгі мынау қошқарымыз Мұхаммад Шарифтен алып келген қошқарымыз. Йоба линия менікі. Стариктің линиясы. Бұл стариктің линиясы. Бұл тоқты қошқар ғой, Тоқты қошқар бұл. Кімнен ағамыз? Мұхаммад Шарифтің қорасынан алып келдім өзім. Жеке барып, осындай экземпляр қошқар алдық. Ел тоқты қошқар. Бұның пробниктері бар. Қазір көрсететін боламыз бұның пробниктерін. Қалған қозылары. Осының қозысы 66,5 кило шыққан кешегі 3 айында қазір 4 ай 10 күндікте 73 кило салмақ беріп жатыр. Осы қошқардың нелері, қозылары ұрғашы. 3 айында қанша шықты дедіңіз? 3 айында 66,5 кило шықты. 3 айында 66,5 кило деп кеше группаға түсті, талқыланған қоз ғой жалпы. Ешкім сенбей, бұл айы не өтірік деп айтып жатыр. Куәгерлер бар, осыны түсірген, осы жерде жүрген, бірдеңе беріп жатыр, бірдеңе сап жатыр деп те әртүрлі қауесеттер жүр. Ондай емес, енді мұсылман адам өтірік сөйлемейді. Бізде ол шындық керек, ол бәрі жазылып істелініп жатқан селекция жұмысымыз ғой. Осы біздің қазіргі қошқар. Бұл енді түседі, құдай қаласа. Бұның пробниктері бар, қазір сіздерге көрсетемін. Жалпы основной массаға енді түседі? Основнойға енді түседі. Күні кеше түнде бөліп шығардым, 3 басты бұяққа қарай. Бұлар осы ең үлкені 4 ай, қозылар ғой, кішкентайы 3 ай. Қозылар, осы қошқардың несі? Пробнигі ма? Пробнигі мынау. Сол қошқардың пробнигі. Мына екі қошқар, Браус деген қошқардың несі, немерелері. Браус деген атақты Наманганда қошқар бар. Сол Браустың немерелері. Бағана сізге фотосын көрсеттім ғой? Сол қошқардың нелері. Ақкесін $4,000-ға әкелерін сатып жүрген. Ұрғашылар аналарымен жүр. Қошқарларды жаңа айтқандай бөліп алып шығардым. Қалғандар ұрғашылар. Осының ішінде ұрғашылар нелер қалыпта, тоқты қозылар. Енелерімен осының ішінде жүр бақы. Әдем экземпляр жинап қойыпсыз. Қошқар шығарды. Әли. Алла. Қараның жуанлар. 4 ай 10 күндік қозымыз. 3 айында 66 кило шықты деген қозы. Қазір 4 ай 10 күндік бұл, Міне 4 ай 10 күндік. Бұның қастағын қараңыздар. Бұнау негізі. Ар жерге түсіреміз ғой, кейін жаққа көрсетейік. Көпшілікке қызық қол. Оны әдем тұрды. 4 ай 10 күндік. Әкесі бұл қошқардың әкесі. Көрсеттік қой. Мұхаммад Шарифтен келген ненің линия. Соның пробнигі. Бұл пробнигі. Машалла. Мына бас, құлақ. Бұның шешесін Камал ағадан ағамыз кезінде $1,5-2,000-дан бұның шешелері Камал ағадан алып келген. Осындай пробник түсті. Кеше ғана күні кеше өлшедік. 4 ай 10 күндігінде 73 кило салмақ шықты. Тараз бар ма осы жерде? Тараз бар. Қазір де түсірсек болады. Өйткені көпшілікке фактпен көрсеткен қызық. Өйткені артаң не болмайды. Құйрық қоймасы бір көрсетшелік. Алды. Қазір салмағын өлшейміз.
Başlanızlar. 3 aylığında 66,5 kilo şыққан группада талқыланған қозғошқа тамашалауға келдік. Қазір 4 ай 10 күн болып тұр. Туған күні 27 январь. 27 январь. Қазір салмағын өлшейміз, бәрімізге қызық. Таразы дүнде қоймай тұратымыз. Бірінші гирді қойдық, міне 16 кило, таразының үсті бос. Қоя беріңіз. Қойылды. 16 кило таза көрсетіп тұр. Ала беріңіз. 4 ай 10 күндік қошқар. Бірді таразының үсті бос, тазаны. Қойылды. Салмаға. Састав. 74,5 ойнап тұр ғой. Қимылдап жатыр да. Тұрмайды қошқар. 75 ме? 74,5-75 қой? Машалла. Алла берекесін берсін. 4 ай 10 күндікке 75 кило деген мықты ғой. Соны ешкім сенбей жатыр. Сендер дейді алдап жатсыңдар дейді. Осы сіздердің келгендеріңіз жақсы болды. Осы түсірілім жақсы болды негізі. Адам дәлелмен жүрген жақсы. Міне, керемет қозғошқар. Алла берекесін берсін. Бұның екінші сыңары Салмақ бар. бойынша жұмыс істейтін қозғошқарлардың бірі. Екіншісі. Соның балы. Алып. Екінші пробныйды, тамашалап қойыңыздар. Міне. Мынау екінші пробнигі. Бұл аяқты былай басады да. Кішкене қорқып тұр ғой енді. Басы, құлағы. Бұның да салмағы жаңағыдан кем емес. Құйрық формасы. Үркіп тұр ғой енді. Иә, үркіп тұр. Ішке жібересің, іштен көрсетейін жіберейін. Жібер ішке. Үйлі, ұзын. Өте ұзын, иә. Керемет екен, Алла берекесін берсін. Жаңа қошқарды ұрғаш төлі, тамашалап қойыңыздар. 5 март. Гарванысты берді де, құлақпен гарванысты. Иә, бас. Ұзын Аяқ. Белдің ұзындығы. Құйрық. екен, Алла берекесін берсін. Керемет ұрғаш төлі. Зор екен, Алла берекесін берсін. Иә. Зор екен. Тамашалап қойыңыздар, крокодилдің белі баласы. Бел баласы. Бойы метр. Бір айкесін ұқсайды екен. Құлақ. Масы мощный екен. Құйрық. Бақтер баба жапты. Жуандық, мощный екен жуандық. Қашыр мен өзім қорамда туылған бұл. Шылы білі екен. Жуандықтары. Үйде тұра ма? Үйде тұр. Ертең соған әрекет жасап жатырмын, жер алуға, неге шығаруға. Салықтардың основном линиясы қандай? Основной линиясы Камал ағадан келген жерде. Мерзо ағадан алған бір штугін. Кейін Дода фермасынан алып келген. И Бақтияр Бабажановтың қорасынан алған. Керемет тауықтар екен. Иә. Бер айдаштаны. Русик, былай айдандар. Арға кетпесін, былай бір айналсын. Иә. О. Тағы да. Тамашалап қойыңыздар. Жуандық, үңілік, бас формаларын тамашалап қойыңыздар. Енді сары қазыққасын бізде сары көбейтіп жатырмыз. Қораның төбесі арнайы ашылады, жабылады, тамашалап қойыңыздар. Жауып ашты. Дима, сол ортада, мына. Бөлім жауып ашып көрсетеді. Мынаусы, мына бетінде. Мынау ма? Иә. Осын жауып, бір жауып, ашып ашады. Тастай берме. Аккуратно жауасың ғой. Жоқ, ар жақтағы. Қысқа күзге осылай жабылады. Осылай жабылады, ашылады, күн түседі, ауа өтеді. Аша сал енді. Андай көшеге бар да.
берекесин берсин.